сәлем. Математика 5-ші сынып 3-ші тоқсанның соңғы бір жобасын талдайтын боламыз. Жиын. А жиынына 1, 3, 5, 7, 9 сандары және Б жиынына 6, 7, 8, 9, 10 сандары тиесілі. А және Б жиыны қиылысуын табыңыз. А және Б жиынның қиылысуына біздерге 7 мен 9 деген сандар жатады. Б. А және Б жиындарының бірігуіне барлығы жатады 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 және 10. Суретте көрсетілген жұп сандар қандай жиынға тиесілі? Жұп сандар бізде Б жиынына тиесілі. Эйлер-Вен диаграммасын қолданып есепті шығарыңыз. Қалаға 22 турист келді. Кешкі демалыс кезінде 9 турист драма театрына. Барлығы бізде номер 2. Барлығы. Нешеу 22. Енді бізге драма театрына барғысы келді. 9 туристті. Сосын тағы не сұрап тұр? 12 турист демалыс паркіне. Демалыс 12. Ал олардың ішінде 5 турист драма театрына да, екеуіне де барғысы келген 5 турист. Қалғандары стадион. Енді мына бізде белгісіз. Енді сызайық. Барлығы 22. Так. 9-дан 5 азайып тастаймын. 4 турист драма театрына. Дыр деп қойын. Мынау демалыс. Енді мынадан 5 азайып тастасам 7 турист. И 5 екеуіне де. 4-ке былай жасайым. Шешуі 22 азайтам. 4 қосам, 5 қосам, 7. 6 турист па? 6 турист тек қана футбол ойын көргісі келді. Стадионға. Кетеді. Келесі. Бізде мынандай есеп. Б жиыны 3, 5, 7, 9, 11 сандары. С жиыны 4, 7, 8, 9, 10, 12 жиындары берілген. Б және С жиындарының қиылысуын табыңыз дейді. А. Б және С жиындарының қиылысуы 7, 8, 9. Және Б. Б және С жиындарының бірігуі. Б және С жиындарының бірігуіне 3, 4, 5, 7, 5, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 жатады. Енді С суретте жұп сандар қай жиынға тиесілі? Жұп сандар бізде С жиынына тиесілі. Номер 2. Эйлер-Вен диаграммасын қолданып есептерді шығарыңдар. Мектептегі спорттық үйірмелерге барлығы 27 оқушы. Енді математиктер үйірмесіне матемге 14 оқушы. Және натуралистер үйірмесіне 11 оқушы. Және оның ішінде 6 спорттыққа да натуралистке де қатысады. 3 оқушы, 6 оқушы спорттық үйірмеге де. Онда мына стрелкамыз бізде қате. Спорттық үйірмеге спорт бізде белгісіз, е. 6 оқушы спорттық үйірмеге және математика үйірмеге. Спорт и математика.
6 оқушы және математиктер мен натуралистерге 3 оқушы қатысады. Бір оқушы 2 үйірмеге де қатысатын болса, аталған үйірмелерге мектептегі оқушылар нешеуі қатысады? Так, бізде сонда 3. Мынау матем болсын, мынау натуралистік, мынау спорт. Матемге 14 оқушы, бірақ оның 6-ы спортқа да қатысады, және натуралистке де қатысады, 3-і. Солай емес па? Сонда 14-тен 9 азайтып тастасам, 5 па? 5 оқушы математиканың өзіне, және 6 оқушы спорт пен математикаға, мына жерге, және 3 оқушы натуралист пен математикаға. Енді натуралист үйірмесіне 11 оқушы, оның 3-і математикаға қатысады, сонда 8 оқушы мына жаққа қатысады. Келесі спорт үйірмеге 6-ы қатысады. Так, енді бір оқушы 2 үйірмеге ғана қатысатын болса дейді. Аталған үйірмелерге мектептегі оқушылар нешеуі қатысады? Спорттық үйірмеге 27 екен. Мына бізде спорт. 27-тен 6-ны азайтып тастасам, 21. Қосайық барлығын. 5 қосам 3 қосам 8 қосам 6 қосам 21. Неше болады сонда? 6, 9, 30, 35, 43. Сонда жауабы 43 оқушы. Және бір оқушы 2 үйірмеге ғана қатысады. 43 оқушы. Мына жерде бір оқушы 2 үйірмеге ғана қатысады дейді. 43 оқушы болады. Так, мына жерде бір оқушы деген ол спорт пен натуралистік болуы мүмкін. Мына жерде 1 десек, мынау 20 болады, мынау 7 болады. Сонда қайтадан есептеп көрейік. Так, 5, 3, 6, 8, мынау 20. 42 болады. 42 оқушы.